Senin kosячник досың. Кредит төле деп берген 50 мың теңгені жоғалтып аласың ғой, короче. Ішіп алып боқтағам ғой, короче. Келем дейді енді. Бір телефонды қойған екен деп жамандап жатырмын. Сөйтсем ар жақтан алло деп қояды. Тормоз басам деп газды до конца басып алдымдағы Lexusқа жабысып қаласың ғой. Кеше алған телефонды ұрлатып аласың. Батя өлтіреді ше. Қайдам деген тоқ кеп тұрған жоқ деді да. Қосқа мен дірілдеп сонымен больницаға бару керек қазір. Болмайтын болды ана. Неғып? Үйленетін болдым. Сотқа берем, ау деп атыр, короче. Әшейінде атылмайтын ғой, бүйтіп айналдырып ойнап тұрам, пағы тізесіне атылып кетеді ғой. Йо-май. 80 мың теңге тұрады екен, ана бәлен камерасы. OLX бар ма сенде? Audи'дің запчастарын қарау керек болды. Кеше моторын жабыстырып тастағансың ана. Жамандап атсам, тура артымда тұр екен ғана, айтпайсыңдар ма? Senin құмар ойын ойнайтын досың. Алдым 300 мың көтерем да. Сол күні қадап тастағансың қайттан. Қанат полтора больше ала бер дейді ғой. Сенбей амай болсам, тур соң айтқанын шығып тұр ғой, ойлашы. Бека бар ғой. Бір рет миллиондап ақша көтеріп жүреді ғой. Артынан адамдар түсіп, үйін іздеп барған. Макстың мініп жүрген Саракоксын көрдің бе? Иә. Сол Олимптен көтеріп алған ақшасын сразу алып алды ғой. Бақаға звондайшы, мнение айтам деп еді маған. Ачы өзінде мнение жоқ па не? Жоқ, просто бақаңқы тура шығады да. Бүгін 3 ойынға тіктім да. 3-і де шығып кетсе, қарыздарым бәрін құтылам да қоям болды. Ойнамаймын вообще. Родной, 1000 теңге шығама, мен кешке көтеріп алсам сразу қайтарам. Телефон, удастак бәрін залогқа тастап тастағансың. Бүгін 2 ойын бар, короче, сол қадап кетпесе шығарып алу керек. Прикинь, оқудың ақшасын бар ғой. Олимпке қадап тастаймын ғой. Үйдегілер білмейді. Болды, шықтау деп тұрам ғой. 93 минутта салып кетеді ғой, ойлашы. Ана 58 коэффициент жинаймын да, қалтамнан 2-3 теңгені тіге салам ғой. Шығып кетеді ғой, ойлашы. 1000 теңгем тұр ғой сол кезде ше, тіге салсай соны. Senin фантастик досың. Бір рет мен пойыз басып кеткен ғой. Тура ішімнен басады ғой ше. Прессін мықтып ұстап алған ғой. 32 вагон ғой ше, гід-гід. Ауылда ше, тау жақтан динозавр көргесің ғой. Қум аса. Еркек ше. Деп кәм дауыстар шықты ғой. Батя екеуміз балыққа бардық ғой, сол кезде русалка көрдім ғой мен. Айттым ба саған? Құршы. Ой, сенбейсіңдер ғой. Мен құда балам бар ғой, Ержан. 7-мен келе жатып 8 рет аударылған ғой. Сап сол дым болмаған. Біздің Марат аға бар ғой, соны өйткенде үй жағына инопланетяндар қойған ғой, ойлашы. Марат ағада суреттер бар, память толып өшіп кетпесе ше, бар ғой. Мен ағылшын, орыс тілінен бөлек 70-80 тілге дейін жаттай аламын ғой мен. Бізде қанда бар ғой, үйде аквариумда кішкентай 8 аяқ бар тұғын ғой. Дәрі беріп өсіріп жүрдім да соны. Бір рет үйден сабақтан келсем, анау бәу өсіп кеткен да, үйдегі мысықты жеп қойған ғой. Аяғымен орап. Негізі айға смело барып келуге болады ғой. Қатты ойлансақ, өзімізде ұшатын ракета жасай аламыз ғой. Просто жалқауымыз ғой. Senin орысшасы нашар досың. Здрасте, Людмила, как дела? Дегесің ғой, рад. Аппарат, вызываемый абонент деп қояды. Не надо, у меня девушка дегесің ғой. Звондап отыр. Алло? Нет, у меня послезавтра отдыхаю состояние. Тетя Светлана, давайте. Светлана деген кім? Жұмыста свет тексеретін тәте ғой. Не деп қойған, көш ме? Московский университет приглашает студентов, нужен все документ, типа Москвада документпен ғана жүресің деп жатыр. Бір-екі орысша сөз айтып шешкем. Пешеход, удлинитель, кстати, добрый вечер деп қоясың. Рет орыс тілден диктант жазып жатыр. Лед деген сөзден алты қате жібергенсің ғой. Дос баламен кафе деп жатсақ, официантқа сдача не надо деп қояды. Позор, ұялып кеткенсің. Өйше дұрыс айтқан ғой, жындысың ба? Қош, этот қызың қалай? Неғып, этот деп айта бересің? Родной қалада жүріп, әдет болып кеткен ғой. Ой, родной, созвонимся. Короче, біреу сұраса, ты меня не увиделся ғой. Құршы. Senin қызымен кездескен досың. Братан, одеколон сеуіп алдым да. Бір пачка орбит қалтаға салып, тамаққа таңқиып шығып кеткенсің ғой. Қызыма ана багидің елеңдеймін дауысыңнан деген жіберсем жүрек жібереді ғой. Белінен ұстаймын, үндемейді, құшақтаймын, үндемейді, жалақтап өліп баратсың ғой. Қызым жеңіл киініп шықты да, джентли болып үстіндегін шешіп қызыма жауып, өзім жаурап тұрмын ғой, сонда да бергенсің. Қандай? Джентли болып. Мужик, джентльмен шығар. Білмеймін, родной, әйтеуір жаурап тұр екен бере саған. Қызым қара кесектің музыкаларын тыңдайды екен да, мен де тыңдаймын деп құшақтап алады ғой кепше. Кеше бұрынғы жүрген қызымды көріп қалам да, багидің мен саған лайықты емеспін деген музыкасын бағырт қойып шәк күн құшақтап тұрып мойнына дем алғасын. Деп қояды ғой. Қайтып баратқанда ғой бетімнен бір сүйеді ғой. Жыланды болып қалғансың. Ана жерден ұйықтасай деймін ғой. Телефонды қойсаңшы дейді. Сен ғой деп жатып таңғы 6 болған. Елеңдеймін дауысың шыққандай үйімнен, құшақтап алатының бар еді ол білімнен. Senin ауылдан келген досың. Адның о не? Домофон ғой.
үйгө бирөөнү алып коюу керек экен, түсүрбөчү менчи? Ауылга барып агайындарга көрсөтсөңүзчү. Братан, айыңды. Аягым оотпосо жынтсың ба? А чё? Казамания мына жерде сончо. Мына жакта иттер жүрөтүн арнайы жер бар экен да. Биз жакта адам жүрөтүн жер жок го, родной. Родной? Шын менен Роналдулар ошол жерде дайындала ма? Я дейм Роналду баары ошол жерден алды. Анадонда турат го өзү. Кош? Bir aylık bir sütün. Çok asıl. Yok. Нең бар? Ha? Нең бар? Чынсың, милиция чакырып коюпта бар. Bir butikten 50 000 аяк кийим көргөсүң го. Нормально. Комбаш ауылдан 20 аяк кийим ала алмаймын. Шлеп менен бардың ба мегацентрге? Куасың ба, жынтсың ба? Родной мени ким таанып атыр дейсиң калада. Мени беле родной орустар көп па бир нерсе го. Кичкентай балдарга дейин орус го.